Сәлеметсіздер ме, құрметті мен көрермендерім. Егер сіз де пиязды ұнататын болсаңыз, бүгін менімен бірге ерекше тағам әзірлеп көріңіз. Мен де бірінші рет дайындап тұрмын. Өте керемет, дәмі тіл ереді, прям маған қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Ал кеттік ендеше, бисмилля деп бірге бастайық. Алдымен мен 4 пияз алып алдым. Егер сіз пиязды онша ұнатпасаңыз, аз да қоссаңыз да болады. Неке осылай жіңішкелеп отырып, барлық пиязымызды турап аламыз. Осы жерде айта кетейін, пияз ұнатпайтын адамдарда көпшілік қой бізде. Сондықтан да егер сізге пияз ұнамаса, оның орнына үкіштен өткізіп, картошканы сала қойсаңыз болады. Ал енді туралған пияздарымызды бір ыдысқа салып аламыз. Енді үстіне осы жерде 3 жұмыртқа салып жатырмын. Екеу, 3. Одан кейін шым-шымдап тұз саламыз. Тұзы көп болып кетпесін. Паприка қосамыз. Жарты ас қасықтай қоссаңыз болады. Енді өзіңіздің вкусыңызға қарай бұрыш саласыз. Яғни аш ұнатпасаңыз аз саласыз. Барлығын жақсылап тұрып, араластырып қоямыз. Содан соң картошканы үкіштен өткізіп аламыз. Менде майда 3 картошка шықты. Үкіштен өткен картошкамызды пияздың үстіне қосамыз. Енді біз аскөгімізді турап аламыз. Укроп. Барлығын турап болғасын, оны да қосамыз. Одан кейін мұнда 100 грамм ұнды ситадан өткізіп қосып жатырмын. Неке, көріп тұрғаныңыздай, барлығын жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Араласқан көкөністерімізді шетке қоя тұрып, енді біз фаршымыздың қоспасын дайындаймыз. Мұнда мен болгар бұрышын майдалап турап жатырмын. Неке, барлығын турап болдым. Енді екінші қызанақ тураймыз. Неке, оның ортасындағы суын алып тастаймыз кесеге. Алып тастап, біз бұл қызанақты да жаңағыдай майдалап турайтын боламыз. Бұл фарштың қоспаларын дайындап болғасын, енді оны бір шетке қоя тұрып, біз жаңағы көкөністерімізді қуырып аламыз. Ол үшін табамызды алдымен қыздырып, азғантай ғана майымызды жағып, осылай 2 қасық 3 қасықтан салып, жайып аламыз. Өте әдемі болып тұр, түрі. Осылай жайып, бір жағын бірінші қуырып аламыз. Бір жағы 2-3 минут қуырылғаннан кейін, дәл видеода көріп тұрғаныңыздай, тарелканы жауып, сол тарелкаға бір жағын аунатып бөліп аламыз. Сосын табаға азғантай ғана май құйып, екінші жағын пісіріп алатын боламыз. Неге, видеода көріп тұрғаныңыздай, барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Менде 4 слой шықты. Енді біз арасына қосатын фаршымызды қуырып аламыз. Ол үшін табаға майымызды құйып, бірінші қызанағымызды саламыз. Қызанақ кішкене қуырылғаннан кейін, оның үстіне болгар бұрышын саламыз. Достар, алдыңғы видеоларымда қимақтан ерекше торт әзірлеген болатынмын. Сол видеоны қарап шықсаңыз, жоғарыға ссылкасын қалдырамын. Ал енді бізде қызанақ пен бұрышымыз әбден қуырылды. Енді біз үстіне фаршымызды саламыз. Мұнда мен алуан фарш салдым. Және оны да әбден қуырып аламын, араластырып. Егер сіз менің видеомды бірінші рет көріп тұрған болсаңыз, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қоңырау шанында баса кетіңіз. Өйткені мен аптасына 5 рет, 6 рет түрлі қазақша рецептілерді шығарып отырамын. Оның ішінде күнделікті жасап отырған асымыз, кешкі асымыз, түскі асымыз, тәттілер де, торттар да бар. Түрлі ұлттардың тағамдарын да дайындаған салатын боламын. Жалпы өте қызықты болуға тырысамын каналымда. Менімен бірге дайындаңыз. Сізге де ұнайтынына өте сенімдімін. Фаршымызға тұз себеледім. Әбден қуырылғаннан кейін қапағын жауып, 10 минутқа бұқтырып алдым. Сосын пешімді қосып 180 градусқа қыздырып қойдым. Пештің табасын дайындап жатырмын мына жерде. Азғантай сары май құйдым. Одан кейін дайын болған алғашқы слойымды қойып, үстіне фарштан жасалған қоспамызды салып жатырмын. Енді аз ғана сырды үкіштен өткізіп салып жатырмын. Сыр міндетті емес, бұл жерде мен өзім қатты жақсы көргендіктен арасына да салуды жөн көрдім. Неке, осылайша барлық слойларымызды салып, бетіне сырымызды саламыз, тағы да үкіштен өткізіп. Одан кейін қызып тұрған пешімізге жарты сағатқа пісіріп аламыз. Ал не достар, тамағымыз пісті. Өзіме қатты ұнағанымен жуасы көп деп балаларыма ұнамай қалды. Сондықтан да келесі жолы жуасын сәл аз салып, картошкасын көбірек салып пісіріп көремін.
Достар, егер сіз де осы рецептімен әзірлеп жатсаңыздар, маған комментарийға бөлісіңіздер, жазыңыздар қалай шыққан туралы. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.